рахмет. Қайырлы кеш, құрметті аудитория. Бүгін менің Алмат екеуміздің бірдей монолог екен, Шәмші туралы. Соны бастайын. Иә, қазақтың сөзі бар, кіндік қан таму деген. Ол сөз шынымен де тек қазақта бар екен. Және де мен осы сөзге жалғастыра өзім туған елімнен бастаймын, туған жерінен бастаймын. Туған елім Шәуілдір. Бұрын Шәуілдірді Отырар деп атаған. Саудагерлер, саяхатшылар осы Отырардың көлеңкелі, саялы келбетіне қызығып Фарап деп атап кеткен. Міне осы қалада 1930 жылы мен Қалдаяқтың ұлы Шәмші дүниеге келдім. Азан шақырып қойылған есім Жәмшейіт. Әкемнің айтуы бойынша бұл есімді ежелгі Қисаның патшасының есіміне қойылған есім. Ал ән маған анамның ақ сүтінен даралған. Тымсыл дүниенің үніне өліп тыңдасаң, нәзік ән келеді, нәзік әуен келеді. Сол нәзік әуенді бері қарай тартсаң, бері қарай тартып ән шығаруға болады. Бабын жоғалтып алсаң, үзіліп кетеді. Мен осы түсінбеймін. Біздің қу пендеге не керек? Тамақ, ұйқы, күлкі. Жоқ, бізге отан керек. Ел мен жерді қорғау біздің қасиетті парызымыз. Сол себептен мен алдыңызда тұрып, осы үлкен дүниенің алдына тұрып, ант етемін осы елге адал қызмет етуге. Назарларыңызға рахмет.